Сәлем достар, бұл Мәке блог кезекті видеомен орталарыңызға келдім. Көп адам YouTube арнасын ашады, бірақ қандай контент түсіруін білмейді. Бүгін мен сіздерге YouTube'да арнаны тез дамытатын контент түрлерін айтып беретін боламын. Бірінші бөлім контент түрлері. YouTube'да жалпы 3 негізгі формат бар. Ол ұзақ видео, шортс және тікелей эфир, яғни стрим, Шортс арнаны тез өсіреді. Яғни оны алгоритм барлығына бірден көп ұсынады да, просмотрды көп алып береді сізге. Аудиторияңызды жинап береді. Ал ұзақ видео аудиторияңызды ұстап қалады. Яғни сіздің шортсыңызды көрген адам ұзақ видеоларыңызға келген кезде сенім қалыптасады да, қалады каналыңызда. Үшіншісі стрим, яғни тікелей эфир. Сіз көрермендеріңізбен тікелей эфир аудиторияңызды ұстап қаласыз тікелей эфир арқылы. Енді екінші бөлім жаңадан бастаушыларға қайсысы тиімді? Егер арнаңызды енді бастап атқан болсаңыз, шортс тиімді. Біріншісінде шортстарыңызды жүктеңіз. Одан кейін себебі қысқа видео көбірек көрсетіледі және көп аудитория әкеп береді сізге. Бірақ тек шортс қана жүктеп қалан қоюға болмайды. Аптасына кем дегенде бір 5-10 минуттық бір 2 видео, 3 видео салып отыруыңыз керек болады. Осылайша сізде жаңа аудитория және тұрақты көрермен де қалыптасатын болады. Үшінші контенттің жоспары. YouTube'да өсу үшін тұрақтылық керек. Яғни сіз аптасына 2-3 видеоны жүктеп отырған ең дұрыс шешім жаңадан бастап жатқан каналдар үшін. Және тағы бір маңыздысы бір арна, бір бағыт. Яғни бір нишаны таңдайсыз, сол бағыт бойынша видеоңызды түсіресіз. Яғни каналыңызды араластырып тастамаңыз әртүрлі нәрселермен. Мысалы, сіздің арнаңыз, мысалы менің арнам YouTube'ды үйрету ма, тек осы YouTube'ды үйрету үшін сол бағытта видеоларды шығарып отыратын боламын. Сонымен қорытындылайық, YouTube'да арнаны тез дамытатын негізгі кілт ол шортс және жүйелі контент. Жаңа көрермендерді шортс арқылы тартып, ұзақ видеолармен ұстап қалу керек. Ал стрим арқылы аудиториямен тікелей байланыс орната аласыз. Бастысы тоқтамау керек, жұмыс істеу керек. Егер YouTube'да арнаңызды дамытқыңыз келсе, Мәке блог арнасына жазылып қойыңыз. Келесі видеода YouTube'тың алгоритмі туралы талқылайтын боламыз.